Баршаңызға сәлем. Бүгінгі зерттеу жұмысында мен үйіме қанша салық төлейтінімді есептейтін боламын. Жүргізілген өлшеу жұмыстарының барысы. Жер салығы жер құнының 1%-ын құрайды. Енді өзінің жер телімінің құнын табайын. Егер 100 метр квадрат 20 мың теңге болса, осы жер телімінің салығын есептеймін. Бұл менің үйімнің эскизі. Ол тік бұрышты трапеция тартсыз болып келген. Оның үлкен табаны 10 метр, кіші табаны 7 метр, биіктігі 36 метрге тең. Трапецияның ауданы оның табандарының қосындысының жартысына биіктікті көбейткенге тең. Осы формуланы қолдана отырып, біз бұл үйдің ауданы 306 метр квадратқа тең екенін білеміз. Ендігі біздің мақсатымыз жер телімінің құнын есептеу. Егер 100 метр квадратқа біз 20 мың теңге төлейтін болсақ, 306 метр квадратқа қанша теңге төлейміз? Соны есептеуіміз керек. Ол үшін 306-ны 20 мыңға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Нәтижесінде біз 61.200 теңгені аламыз. Ендігі біздің мақсатымыз осы жер теліміне төлейтін салықты есептеу. Егер салық жер телімінің құнын 1%-ын құрайтын болса, біз 1%-ды санға айналдырамыз. Ол бізге 0,100-ге тең. Енді 61.200-ді 0,100-ге көбейткенде 612 теңге шығады. Бұл менің үйімнің жер теліміне төлейтін салықтың мөлшері, яғни мен өзімнің үйімнің жер теліміне 612 теңге салық төлейді екенмін. Амангелді көшесіндегі үйдің терезесінің үлгісі. Осы терезеге керекті әйнектің құнын есептеймін. 1 метр квадрат шынының құны 1200 теңге. Ең алдымен біз терезенің үлгісіне қарайық. Мұнда қарайтын болсақ, ортасы тіктөртбұрыш тәріздес келген. Тіктөртбұрыштың ауданы оның ені мен ұзындығының көбейтіндісіне тең. Осы формуланы қолдана отырып, тіктөртбұрыштың ауданы 67,5 метр квадратқа тең екенін табамыз. Ал әйнектің екі шеткі жағындағы фигура трапеция. Мұндағы трапеция екеу болғандықтан біз ауданды 2-ге көбейтеміз. Ал трапецияның ауданы оның табандарының қосындысының жартысына биіктікті көбейткенге тең. Осы формуланы қолдана отырып, біз трапецияның аудандары 67 метр квадратқа тең екенін табамыз. Енді жалпы әйнектің ауданы ол 4 бұрышпен осы трапециялардың аудандарының қосындысына тең. Сонда 67,5-ке 66-ны қосқанда 133,5 метр жалпы әйнектің ауданын береді. Енді 1 метр квадрат 1200 теңге болатын болса, 133,5 метр квадрат қанша теңге болады? Оны табу үшін біз 133,5-ті 1200-ге көбейтеміз. Нәтижесінде 160.200 теңгені аламыз. Яғни шын әйнектің құны 160.200 теңге. Қорытындылай келе, ауданның формулаларын өмірде жиі қолданамыз. Сондықтан алда функционалды сауаттылықты арттыру мақсатында қаржылай сауатты болайық.